Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Шалқар ауданындағы Әлби Жангелдин атындағы жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нысанбаева Жанар Темірханқызы боламын. Елдегі пандемияға байланысты қашықтан оқыту, білім беру шаралары жүзеге асырылуда. Әрине, жасыратын жоқ, қашықтан оқыту қазіргі таңда қолайсыздық танытып отыр. Соның ішінде білім алушылармен көзбе-көз ақпарат алмасуға, әркімнің көңіл күйін білуге мүмкіндік бола бермейді. Сондай-ақ әр нәрсенің өзіндік жақсы жақтары болады демекші, қашықтан оқыту үшін педагогтардың сауатты жұмыс жасауы, ақпараттық құралдармен жұмыс жасауға дағдылануы және қашықтан оқыту жүйесі бойынша сабақ өткізу үрдісінде үйлестіруші болып отырғандығы баршаңызға мәлім. Педагог ретінде осы өзгерістің тек жақсы жақтарына тоқталып өткім келеді және қашықтан оқыту технологиясының сапалы жүзеге асыру мақсатында барлық педагог шығармашылық ізденіс үстінде екендігін жақсы біліп отырмыз. Мен де бүгін өз тәжірибемдегі педагогикалық лайфхактармен бөліскім келіп отыр. 7-ші сыныптың қазақ тілі оқулығындағы ғаламтордағы танымал сайттар деген тақырыпта Google сөзінің анықтамасы берілген. Google сөзін 10-ның 100 дәрежесі дегенді білдіреді, ал оның уақытты үнемді қолдануда мүмкіндіктер тіптен көп. Мен өзім көп қолданып жүрген Google қызметі мынандай. Google формада тест құру. Ол үшін сіз Google аккаунтқа тіркелген болуыңыз керек. Ол өте оңай. YouTube желісіне қарап алуға болады. Енді Google қызметтерін таңдаймыз. Дискін таңдаймыз. Құру деген батырмадағы Google форманы таңдаймыз. Міне жаңа форма шықты. Қазақ тілінен 7-ші сыныпқа арналған тест. Тестті құрамыз. Ол үшін Word форматындағы тест дайын болса, соны көшіріп аламыз. Және жауаптарында дәл осылай көшіріп алып қоямыз. Төменге түсіп, осылай барлық жауапты қойып аласыз. Және де міндетті түрде белгілеу керек. Сонда сіздің сұрағыңыздың тұсына қызыл жұлдыз шашылады. Бұл сұрақтың жауабы тізімдегі бір жауап. Әрі қарай келесі тестті қоса бересіз. Бұның жауабы автоматты түрде түсу үшін құрылғыға барасыз, тестті таңдайсыз, тест белгісін қоясыз және жауап бірден түсуін қаласаңыз біріншіні, ал өз қолымен тексерем десеңіз екіншіні. Әрине бізге тиімдісі уақыт жағынан ол бірінші нұсқа сақтау. Енді бұл жерге жауапты енгізесіз. Жауапты жалғаудың неше түрі бар деген сұрақтың жауабы, міне жауабы 4 түрі бар. Ұпай саны 1. Бұны безендіру үшін түс таңдауымызға болады. Не факт өзіңді, немесе жақсы сурет қоюға болады. Сіздің тест осындай әдемі болып безендірілген. Енді жіберу. Электронды почта арқылы жіберуіңізге болады, немесе сілтеме арқылы. Әрине бізге тиімсіз сілтеме. Осы сілтемені көшіріп аламыз. Оны өзіңіз қалаған ортаға жібере аласыз. Ол сілтеме басқанда сіздің тестіңіз ашылады. Енді қалай тексеру керек? Мен өзім бұрын алған тестіме шолу жасайын. 7-ші сыныпқа арналған тест. Жауаптарға барамыз. 49 бала жауап берген. Олар динамикалық көрсеткіші.
Ал жеке қарай десеңіз, мұнда жеке пайдаланушыға барасыз. 49 оқушының біреуі міне 20 ұпайдың 16-сын жинаған. Бірінші оқушы. Екінші оқушы да дәл солай 20 ұпайдың 16-сын жинаған. Мен осылай сізге фамилиясы мен барлығы жауап дайын тұрады түсіп. Маған қызықты болған тағы бір қызметі бұл картамен жұмыс. Мысалы, көпұлтты Қазақстандағы бауырмалдық тақырыбы бар. Соған орай бейбітшілік пен келісім сарайына орнатылған картаны пайдаланамыз, және ішінде бізге керекті мәліметтер бар. Бейбітшілік пен келісім сарайының ішкі сыртқы келбеті, және екінші қабатта Қазақстанда мекендеп жатқан барлық ұлттың киімдері, қолданылатын бұйымдары, ұлттық құндылықтар туралы толық мәліметтер қамтылған мұражай бар шағын. Және де біз сабақта, әдебиет сабағында, қазақ тілі сабағында да портретпен жұмыс жасаймыз. Атын жөнін жазсақ, балалар портретті өзі тауып бере алады. Ал портретті жіберсек ортаға, портретті көрсеткенде балалар ол аты туралы мәліметті толық біле алмауы мүмкін. Сондықтан балаларға осы қызметті үйретіп қойдым. Google суреттер бөлімінде фотоаппаратты басаңыз, файлды жүктеу, портретті таңдау. Міне, біздің портрет туралы толық мәлімет шықты. Яғни теледидардан, газет журналдардан көріп жүрсе де балалар оның аты жөнін толық білмеуі мүмкін. Не осылай Google картинка арқылы жұмыс жасай алады балалар. Бұл айтқан мәліметтерді әріптестерім бұрыннан қолданып жүруі де мүмкін. Енді үйренсем деп жүрген әріптестерім үшін кішкене көмегім тисе қуаныштымын. Назар тыңдағандарыңызға рахмет.